Бармысыздар, көрермен, сіздермен бірге мен Хан Алтынай және Жайдарман Влог. Бірер минуттардан кейін дәл осы зал көрерменге лық толады. Себебі бүгін Астана қаласының 25 жылдығына орай ұйымдастырылып отырған арнайы жоба Елорда кубогы 2023 өтпек. Влогта біз қандай командалар қатысады, олардың көңіл күйлері, дайындықтары қалай екен, соны бірге білейік. Жүріңіздер, кеттік. Бұл жерде жуалы медиум келечек командасы дейді. 3 команда бар екен. Кімдер бар екен, көрейік. Туған күнге келіп қалдық. Біріншіден туған күндеріңізбен елордамыз жасай берсін. Сол. Бүгінгі ойынға мотивацияны білесіздер, 2 миллион. Иә, білеміз. Жақсы, ұтып алған жағдайда не істейсіздер деген сұрақ. Ол жерде біздің өзіміздің продюсерлік орталығымызға саламыз, соны қарай дамытамыз. Иә, біз естідік, көрдік, жуалда жаңа жоба пайда болып жатыр екен. Аты қалай еді? Джумер деген. Джумер. Иә, Джумер деген. Үлкен кинотеатрларға шығару ойда бар ма? Бұйырса, болашақта әрине ол әр Жайдарман үшін өзінің бір арман шығар. Хотя ойнамаса да сол жақта бір кино көрсетілген сценарий жағынан болсын. Жақсы, онда. Астана деген қалай емес адам болса қандай болар еді? Тұрақсыз болатын еді. Неге? Қандай? Сипаты берші. Осындай өмір сүреді, осындай киімдер киеді, қыз ба, ұл ма, білмеймін. Бірінші көрген адамға өте мықты көрінуі мүмкін ол адам. Уақыт өте келе өзінің ішкі жан дүниесін ақтарса, толған, іші шимайласқан адам болып шығатын шығар деп ойлаймын мен өз басым. Астананы солай. Иә, Астананы солай ойлаймын. Жақсы. Кеше біраз шайқап алдық миыңызды. Жоқ, ми жоқ қандай. Шайқалатында ештеңе болған жоқ. Нормально. Мүлдем сезбедіңіз бе? Мүлдем сезбедіңіз бе? Жоқ, сездім, просто андай намысқа тырысып, сіз қорықпай ана не істеп отқан жоқ. Неге мен қорқу керекпін деп андай. Жақсы. Астананы қандай адам ретінде көресіз? Астананы енді жас андай бір енді өзінің несіне алып келатқан бір қалай түсіндірсем екен. Мысалы, Жайдарманда бар ма Астана деген қалаға ұқсайтын адам? Адам? Бар. Мысалы, Есен аға десемші. жігіттер, көңіл күйлеріңіз қалай? Астанаға тағы да қош келдіңіздер. Қош көрдік, өте күшті көңіл күйіміз. Елорда кубогында настроение вообще күшті отыр, атмосфера. Мотивация керемет сияқты, иә? Жүлде қоры 2 миллион. Иә, жүлде қоры 2 миллион. Енді біз енді бәрібір де жүлде үшін емес, халықтың ыстық ықыласы үшін ойнаймыз. 2 миллион халық үшін ойнайды. 2 миллион халық үшін ойнаймыз. Жақсы. Астана деген адам болса, қандай болар еді ол? Назарбаев сияқты болатын еді, мен ойымша. Жас болады ол. 18-ге толғанда атын ауыстырып жүреді. Потом андай шетелге шығып тұратын балдар болады, итпен қыдыратын сондай болады. Астана солай елестетесіздер ма? Жалпы Астана нешеге толып жатыр? 25-ге толып жатыр, мүшел жасқа толып жатыр. Астана деген сөзде неше әріп бар? А, 5 әріп. С, А. 3 әріп. Санап тұрып қате жауап бердіңіз. 4 әріп бар. Астана лигасында өнер көрсетіп жүрген, жаңадан келген біздің су жаңа трендке шығып, жігіт тауып, күшті жерлерді қыдырғысы кеп жүрген қыздар, женский сборный павлодарлық. Қыздар қалайсыздар? Жақсы. Қазақшаларын жақсарып қалған сияқты? Лучше, да? Сіздер тек Жайдарманға келіп қазақша сөйлеп, соны Жайдарман біткен кезде қайдан давай деп кететін сияқтысыздар? Қазақша сөйлемейсіз. Павлодарда болады, орысша сөйлемейсіз все равно ар жағында, но стараемся қазақша сөйлесуге. Потому что қазақ тілі білу керек, да? Қош келдіңіз женский сборныйға. Рахмет. Қалай келіп қалдыңыз жалпы? Қалай келіп қалды дегенде, мен бұрын басқа командамен ойнаған болатын. Негізі тек қана ұлдармен болған болатын. Содан кейін бір кезде біз кездесіп қалдық бір-бірлерімізбен. Сол кезде мені көріп қалған. Мен сол кезде жыбырлап жүргенмін өзім. Сол кезде мені көріп қалып, мына қыз бізге ұқсайды екен деп мені шақырып алды да. Сол бірге енді ойнап кеттік. Ұқсайсыз, бірақ қазақша таза сөйлейсіз. Таза қазақша. Бүгін 2 миллион жүлде үшін не істемейді командалар. Жақсы, қыздар, мынандай сұрақ. Астана адам болса, қандай адам болар еді? Есен аға сияқты. Оңай құтылып кетіп жатсыздар, Есен аға сияқты. Мен ойымша, адам болса, Елорда адам болса, современный. Сосын қандай? Заманаули. Біз заманаулимыз. Сол. 2 миллион ұтып алсаңыздар, не істейсіздер? Жоқ, қыздар шетелге ұшамыз ба? Жаңа командаға
на творчество, продвижение нашего творчества. Ары қарай дамый береміз деп ойлаймыз. Тамақ, маникюр, педикюр ма? Или? Для творчества чисто. Творчество. Ну, получается, на поездки дальнейшие, получается. Ары қарай ойындарға жұмсалады, иә. Жақсы. Ей, сорлылар, сендерден Алтынайдың өзі сұхбатамайды ғой, ишаралар. Алтынайдың өзі біледі да сендерді контентке кері әсер ететіндеріңді. Сіздің бүгін көңіл күйіңіз жоқ сияқты. Артық сөз айтпайсыз, жауап бермейсіз. Сондай бір состояниеде жүрсіз, состояниеде. Жоқ, мен сәл кішкене ауырыңқырап қалдым да. Кеше просто. Жоқ, жылдауыр емес, сәл просто ауырыңқырап қалдым. Астана қалай емес, адам болса, қандай адам болар еді? Түрі, келбеті, өмір сүру салты деген сияқты. Өте заманауи болатын еді. Назар аудардағы Ақболат аға сияқты болатын еді, примерно четкий. Кәрі емес пе Ақболат аға? Жоқ, Біздің құрдас болатын еді, 25-те ғой жас. Біздің құрдас қой. Жақсы. мына кісіден сұрап жүріңіз. Жайдарманда Астанаға қаласына ұқсайтын келетін адам бар ма? Сіз жауап беріп жүріңіз. Мысалы. Капитан жауап бер. 25-ге, иә, 25-ге Астанаға ұқсайтын, меніңше Есен аға сияқты, Есен аға қалай десек те енді үлкен кісі болса да, бірақ жылдан жылға Астана сияқты көркейіп, жасарып, заманауи болып келе жатыр. Әдемі болып. Жақсы, онда мынандай сұрақ. Астана деген сөзде неше әріп бар? 6. Астана атауының тұңғыш. Астана қаласының тұңғыш атауы болған. Қандай? Мен жауап бердім, сендер. Келесі. Тұңғыш атауы ма? Қазір облыс атауы болып тұр ол. Ақмола. Ақмола. Не тістап тұрмыз? Жақсы. Астананың символы. Бәйтерек. Сол бәйтеректің биіктігі қанша? 97-98. 97, өте дұрыс мә? Бәрекелді. Бәрін біледі екенсіздер, неге 97 метр? Неге 97? 97-ші жылы салынды. О, бәрекелді. Бәрін біледі біздің жігіттер, бәрін біледі. Жақсы. Дұрыс айтып тұрық қой негізі. Иә? О, мына жерде осы конгресс холдағы ең әдемі гримерка осы жерде. Себебі біздің қыздарымыз осы гримеркада отыр. Қыздар, қалайсыздар, кіруге бола ма? Шаршаңқы отсыздар, кеше қатты қинап жүрген жоқпын ба сізді? Қиналып кеттім, мен алтын, енді мен онда. Не істедіңіз содан кейін? Мен ба үйге бардым да айттым. Келесі болып бота болады дедім. Сіздерге де айттым, бота болады, ботаны қинаңыздар. Мен аттракционнан қорқады, соны апарыңыздар, күшті болады, қызық болады. Мынандай сұрақтар қойып жатырмын командарым. Астана деген қалай емес, адам болса, қандай адам болар еді? Ер адам, әйел адам, білмеймін. Қандай айтып өтесің. Астана біз лично Райхан екеуміз айттық та, бізге бір андай бизнес-вумен сияқты жағдайын жасап, офистарда жүретін, бір 30-дардағы бір бизнес-вумен сияқты карьераны таңдап кеткен. Сондай болып көрінеді маған. Барлықтарыңызды солай ма? Жоқ, ана қыздар басқаша біледі. Жақсы. Біз бота екеумізге қалыптасқан күшті жігітке ұқсайды. Ұқсайды, солай ойлаймыз. 2 миллион бүгін жүлде қор. Біраз сумма. Ұтып алсаңыздар, не істейсіздер? Бөліп аламыз. Ұтып алса қайырымдылыққа береміз деп жіберіп атсаңдар. Қайырымдылыққа өзімізге қалдырамыз. Әркім қыздармен бөліп аламыз, сосын әркім өзінің керегіне жаратады. Бұған дейін қанша қаланың әкім кубогын қоржындарыңызға салып алып келдіңіздер? Біз осы Елорда кубогының өзінде осымен 3-ші рет қатысайын деп жатырмыз. 2 рет қатысқанда біз 2-ші орын алыппыз. Енді бұйырса бірінші орын аламыз ау деген ниетпен келдік. Бұған дейін біз Алматы облысын алдық, сосын Есік қаласының әкімі, Қосшы қаласы, Қызылорда қаласының әкімінің кубогы. Бүгін 2 миллион тігіледі. Ұтып алсаңыздар не істейсіздер? Біз неге мұнда не надо екен? Біз бұны неге етеміз? Өзімізге шатырға, продвижениеға. Чисто командаға. Ну, я репетирую бірінші шутканы уже. Бірінші шутка 2 қабат Нұржан. Сөйтіп те айта салса болады. Жақсы. Келші, Гала мырза. Сіздің киіміңіз қайда, бірінші сұрақ? Мен 3 баланы қыдыртып, осы Астананы көрсетейін деп 2 миллион осыларға берейін дедім. Просто 2 миллион қазір ұтсақ, отамыз ғой бұйырса, 4-ке бөлу. Аз-аздан боқады, 500-ден. Лучше өздеріне жаратсын. Ал шынына келсек? Шынына келсек, өздеріне жаратсын ақша. Сол қыдыртып. Бізде просто мен
көп болды ойнамағалы келмей келіп. Сосын өздері ойнайды осы жолы. Айтпақшы айта кететін жайт, шатыр құрамасындағы Гала мырза осы жуырда ғана әке атанды. Құтты болсын. ФК Жайдарманның қазіргі таңдағы өздік шабуылшыларының бірі. Ой, рахмет, көп рахмет. Сіздерге рахмет, көп құттықтаулар болып жатыр. Бәрін көріп жатырмын, мен үйде қараймын осы уақытында қарап. Көп осы уақытым жоқ. Бала қараушы. Қазір енді қараймын бұйырса. Оны қолға аламын. Жақсы, рахмет. Бұйырса енді келесі ойында 3 емес, 5 болып келетін шығармыз. Бәрекелді. Сіздерде қазір ген репетиция ма? Омарчик ба? Да. Астана үлкен бол, өс, өркен, өркендеп, үлкен бол. Маған қалай орысша үйретесіз, мен сізге солай қазақша үйретем. Кете беріңіз. Астана үйленші тойға барайық. Бәрекелді. Астананы отырып қалған қыз дедік, енді үйленші дедік, келесі. Астана туған күнмен. Астана бұйырса олды бол енді. Миға сыймайтын, қонымсыз, әзіл тілектер шатырдан ғана шығады. Сондай. Өткенде Бішкекке бардық, көрдіңіздер, ойын ойнадық. Ол ойын бұйыртса ютубқа шығады жақын арада. Ал қазір міне көз бен қастың арасында дейін ба, бір арасына сәл уақыт салып, қырғыз ағайын Қазақстанға келіп қалыпты. Қош келдіңіздер дейміз. Көңіл күйлеріңіз қалай жеттіңіздер? Жол ауыр болған жоқ па? Жалпы қалай қарсы алып жатыр сіздерді? Жақсы көңіл күйлеріміз. Шынымен айтқанда жол аябай ор болды, қырғызша сөйлей берейік. Жол аябай ор болды, негіз поездда қиналдық. Қазір болса көңіліміз сонын, манайыз сонын бұйырса. Жақсы күтеді, жақсы орноштық. Қазақ бауырлар өзінің мейман достығын көрсетіп жатыр. Қонақжайлығын, меймандостығын. Жақсы, бүгінгі ойынға дайындықтарыңыз қалай? Қай тілде ойнайын деп жатырсыздар? Негізі бұл жақ келгеннен кейін қазақ тілінде ойнайын деп жатырмыз. Дайындықтарымыз Құдайға шүкір жақсы, елден де завист етеді. Бұйырса елге жақсы бір күлкі қалтырамыз деген ойдамыз. Елге бір жақсы әсермен, жақсы бір күлкі сыйлаймыз деген ойдамыз дейді. Мен де ақырындап қырғызша үйреніп келем, сұхбаттасып жүріп. Жақсы, бүгінгі жүлде қоры 2 миллион теңге дейді. Егер ұтып алсаңыздар, қайда жұмсайсыздар? Мен негізі Астана бірінші рет келіп отырмын. Шынымен да, бірақ ондай бор-бор жағына бар лекпес алы. Бірақ Астана жақты. Осындай бір таза, осындай бір керемет қала екен, шынымен да. Жақты, мен Астанада қаламын жігіттерді. Қалыңыз, осы. Астананың туған күні біздің атыстан подарка. Бұның аты Белек. Белек? Белек, орысша подарка. Болды. Подарка бізге дайын. Болды. Қырғыз ағайынан білдей бір азаматты сыйға тартып отыр екен бізге. Рахмет сіздерге. Сіздерге де рахмет. Рахмет сіздерге де сәттілік ойындарыңызға. Ойындан кейін қол боламыз. Жақсы, шүкір. Тағы кеп қапсыз ғой. Енді арнайы жоба, жекпе-жек емес. Есептелмей ма жобалар? Жобаларға баруға болады ғой. Рұқсат қой жобаларға. Жақсы, онда. Не ғой, жобалар парыз ғой негізі. Жекпе-жек ол сүннет болып есептеледі. Келмесең болады сүннет та ол. Жоба парыз десең. Қоймасаң. Астана қаласы бүгін 25-ке толып отыр. Елорда кубогы 2 миллион теңге жүлде қоры дейді. 2 миллион теңге аламыз, Құдай қаласа. Не істейсіздер сосын? Қыдырамыз. Наглый айтып тұрсаң ғой, қыдырамыз деп. Қыдырамыз деп, жақсанда. Ойында ше, ойын соңында кодада осыны айтамыз. Қайқа барамыз, не істейміз, 2 миллион алсақ, не істейміз деген сөзге жауап береміз. Боптан да ойын шығады бірден, осы влогтан кейін. Сол кезде білесіздер, қайда, қалай кететін алып жатқан жағдайда. Астана адам болса, қандай адам болар еді? Мен кеше Қырғызстанға барып, шет елді көрдік қой, енді былайынан. Басқа да елдерді, басқа да нелерді көріп жатырмыз. Әлеуметтік интернеттен де қарайсың, не қыласың. Бірақ Астана бір өте ерекше. Мен осы тұрғыда кәдімгі бұрынғы елбасы алғыс айтар едім. Осыны көшіріп, үлкен қаланы салғаны үшін ризашылығын білдірем. Ол 25 жыл өтіп кетті деген нәрсенің өзі үлкен уақыт. Кішкентай кез екенбіз ғой сол кезде. Бірақ сол бір дүниені жасады да, үлкен қала жасады. Мен сол үшін ризамын. Мақтана аласың да, мінекей. Біреу келсе, көрсе алатын жер ғой. Дәл сол сияқты болады, кейбір адамдар әулетте де мысалға
біреуді көрсететін болсаң, мысалға біздің әулетіміз кім деген кезде мына кісіні көрсетемін деп көрсетесің ғой, ол сол кісіге қарап сенің әулетіңді бәрін таниды деген сияқты. Сондай бір беделді адам есебінде реттесер. Астана ол Қазақстанның бір болады ғой, шекесінде жұлдызы бар деп. Сол жұлдыз, сол Астана деп айтсақ қателеспейміз, үнемі жарқырап тұрады, үнемі жаңарып тұрады. Айтуға ұялмайсың, Көбісі айтады ғой, Алматы мен Астана салыстырады, бірақ Астана өте ерекше, бөлек. Алматыға қарағанда мен Астана жақсы көремін. Командалардан, жалпы сахнаның сыртындағы жандардан сұхбат алып болдық. Енді бүгінгі ойынды тамашалауға келген көрермендерімізбен сұхбаттасып көрейік. Көңіл күйлері, жалпы бүгінгі мереке қалай өтіп жатыр, бүгінгі күндер қалай өтіп жатыр екен, кімге жанкүйер екен, бірге білейік. Жүріңіздер. Есімім Бейімбет, келіншегім Амангүл, қызым Медина. Өзім Тараздан боламын, келіншегім Қарағандыдан, қызым Астанадан. Мәссаған, Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналып қалған көрермендеріміз бар екен бүгін. Құдай көз тимесін. Жақсы, бүгінгі ойында кімдер ойнайтын білесіздер ме? Кімге жанкүйер болып келіп отырсыздар? Өзім жерлестерім Жуалға жанкүйер болып келіп отырмын. Тағы бір жерлестеріңіз бар ғой, Медиум деген. Медиум да бар, інілеріміз тоже. Оларға да сәттілік тілейміз. Ең мықтысы жеңсін да. Сіз ше? Мен де қосыламын. Күйеуіме қосамын дейсіз. Жақсы, мынандай сұрақ қойып жатырмын. Астана адам болса, қандай адам болар еді? Енді жасы 25-ке толып жатқан адам сияқты, Қандай қылып елестетесіз? Жартылай әдемі, жартылай онша емес. Левый бертін, правый бертін. Жоқ, былай. Жақсы. Әр жағында көзде, мұрында, құлақта olur қой, жан жағында. Жақсы. Сіз ше? Өте жас, болашақта зор өмір артатын. Сіздер отбасы құрғаннан кейін көшіп келіп жатырсыздар ма? Жоқ, осында таныстық, осында отбасы құрдық, осында қызымыз туылды, осында жұмыс жасаймыз бірге. Бәрекелді, Астана махаббат мекені деген бірден бір дәлел. Сразу ма? Қош көрдік. Қарағандыдан келдіңіздер ме осы ойынды көру үшін? Қарағандыдан 10-15 адам келдік қой, примерно жобамен осы ойынды көру үшін арнайы. Кім жеңімпаз болады деп ойлайсыз? Менің ойымша Жуал бүгін жеңімпаз болады сияқты. Өйткені сезон бойынша ойындар жақсы, осындай фестивальға бір лайықты команда сияқты. Жақсы. Астана күні ғой бүгін? Иә. Астана адам болса, қандай адам болар еді? Астана адам болса ма? Мінезі, жүріс-тұрысы, киімі. Қандай бай адам болады сияқты. Ең ақшасы көп болады ғой бір. Ер адам ба? Ер адам ретінде ғой енді. Мен ер адам ретінде болғаннан кейін солай ойлап тұрмын да бірде. Сіздер ма? Сіздермен танысуға болады ма? Қай жақтан келіп отырсыздар? Местныйсыздар ма? Негізі туған жерлеріңіз ше? Қостанай. Қостанайдан келіп. Қанша жыл болды Астанада тұрып жатқандарыңыз? 3 жыл. Астана сізге несімен ұнайды, апа? Несімен? Столица болсын ұнайды. Столица. Астана бар ғой, адам болса қандай адам болар еді? Қалай ойлайсыз? Қыз, ол, мінезі қандай, киімі, жүріс-тұрысы? Разносторонний болады. Жан-жақты? Иә. Да. Аты жөніңіз кім болады, қай жақтан болады, танысайық? Менің есімім Ернар, фамилиям Сейтахмет. Павлодар облысы Трофимовка деген ауылдың тумасымын. Бүгінгі ойынға Павлодардан келіпсіз ба? Жоқ, мен Астанада тұратыныма осымен 7 жыл болды. Барлықтарыңызды Астана күнімен құттықтаймын. Керемет жақсы көремін бұл қаланы. Онда былай сұрақ. Астана адам болса, қандай адам болады? Астана адам болса, өте әдемі жас қыз болатын еді. 25-те қыз жас емес қой. Менің қасымда тұрған қыз секілді жас болатын еді. Мен жасымды айтса. Сен 25-сіз ба? Иә. Үлкен жоқпын. Жақсы, онда келесі сұрақ. Красолт қызы дейм ба? Жақсы. Қан шатыр, бәйтерек, сол жерлер. Болды, мен білмеймін. Жақсы, онда мынандай сұрақ. Астана адам болса? Астана адам болса? Қандай адам болар еді? Қандай адам болар еді? Қыз ба, ұл ма, жігіт ба, білмеймін. Жігіт сұлтаны. Жігіттің сұлтаны болар ма? Қонақ жайлылығы мол. Өте әдемі, көрікті. Сондай болушы еді. Сіз қалай ойлайсыз? Ақпен біргедегі бағжан сияқты болушы еді. Бәрекелді, керемет теңеу болды. Ал жақсы, онда Астана қаласының тұрғындарына бір ауыз тілек. Тәкаппар болыңдар. Мәссаған, қандай сіз тәкаппар болып тұрмыз сонда біз? Сіз емес ол енді, бар андасың. Бар ма? Жақсы. Адал әділетті болыңдар. Адал әділетті. Көрдіңіздер ғой, жастардың аузынан қандай тілектер шығып жатқан. Рахмет жігіттер, әдемі ойын көріп қайтыңыздар. Жайдарман көрермендермен бірге танысайық, иә, сізбен. Аты жөніңіз, қай жақтан келдіңіз? Атым Гүлжахан.
осы Астана қаласында тұрамын. Менімен бірге мінекей Гүлбану сол Қызылордадан келіп, енді Жайдарманға қызылордалықтарға жанкүйер болайық деп келіп тұрмыз. Бәрекелді. Я, бүгін Қызылорда облысының атынан Әлби Басаров ағамыз бастаған Қазалы құрамасы өнер көрсетеді. Соларға жанкүйерсіздер ме? Иә, соған жанкүйер болып, тілектес болып келіп тұрмыз. Жақсы. Сізге Астана несімен ұнайды? Астана бұл нағыз болашақтың қаласы деуге болады. Қаншама осы тұрғанда бүгінгі қала күнінде эмоцияға толы түрлі шаралар болып жатыр. Бұл енді ширек ғасырға толған Астананың кемелденгенін көрсетіп тұр. Халық өте енді бай, осындай іс-шаралар арқылы да, түрлі мерекелер арқылы да көріп отырмыз. Халықтың көңіл күйінен белгілі ғой, барлық позитивті қаншама тың идеялар, ой туатын қала деп есептеймін қаланы. Сол алдыңнан артың биік болсын дейді. Енді бар үміт жастарда. Сол жастардың қаласы, сол жастар ары қарай да осы елімізді өркендетуге, көркейтуге үлес қоса береді деп ойлаймын. Барлық отандастарға бүгінгі мерекемен шын жүрекпен құттықтаймыз. Тек қана алда биік шыңдарды бағындыра берейік. Қазақстан алға, көркейе берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келеріңізбен Астанамыз тек қана гүлдене берсін. Астана халқының тұрғындары жасай берсін, аман болсын, көбейе беріңіздер. Біз де бұйырса осы жаққа көшіп келейік енді Тараздан. Жұғысты болсын, Таразға жұғысты болсын. Елордамыз Тараз сияқты көркейе берсін. Астананың халқына, жалпы осы Астана сияқты қашанда көркейіп дамып, әдем болып жүре беріңіздер. Астана 25-ке келді, отырып жатыр Астана негізі. Тезірек өзіңіз бақытты тапсын дейді. Бақытты болсын Астана. Барлық астаналықтарды, Жайдарман жанкүйерлерін Астананың туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміздің бас қаласы өзінің атына сай өсіп өркендеп дами берсін. Бай болайық, бақытты болайық. Әзіл өмірдің мәні, сондықтан әзілдесіп, бір-бірімізбенен әзіл тыңдап жүрейік. Астана қаласының туған күнімен құттықтаймын. Елордамыздың атаулы күні құтты болсын. Бастысы көркейе берсін. Жастардың толысып жатқан қаласы ғой. Осы жастықтың қаласы әрмен қарай дами берсін. Моя любимая, с днем рождения, у тебя очень сильно любишь. Помни, что никакой мужчина не достоин тебя, главное ты. Астана, ішпеңдер. Астана жылда осылай жасай берсін, дами берсін, ақшасы көберсін. Кім келсе де Астанаға өз-өзін жоғалтпасын. Елорда туылған күнімен Астана осы Астана атында қалсын. Осы ат әдем жарасады. Ондай болмайды. Астана қаласының тұрғындарын, қонақтарын барлығын бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Астана мәңгі бақи Астана болып тұра берсін. Happy birthday to you. Не дальше не это, туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің менен. Туған күніңмен Елордам, біз сені жақсы көреміз. Қыздар, рахмет.